Сәлеметсіңдер ме балалар? Номер 1 онлайн қашықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Қазақ әдебиеті 5 сынып. 4 бөлім, 1 бөлімше, отбасы құндылықтары. Сабақтың тақырыбы Тынымбай Нұрмағанбетов, анасын сағынған бала. Сабаққа негізделген оқу мақсаты. Әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Сабақтың мақсаты. Шығарманың фабуласын біледі, шығарманың сюжеттік дамуын сипаттай алады. Балалар, адамның бұл дүниедегі ең аяулы адамы кім деп ойлайсыңдар? Ана туралы ақын жазушылардың қандай шығармаларын білесіңдер? Ана сөзімен қандай сын есімдерді тіркестіріп айтуға болады? Осы сұрақтың жауаптарын дәптерлеріңе жазыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда Тынымбай Нұрмағанбетовтің анасын сағынған бала атты әңгімесін өтетін боламыз. Әуелі автор жайлы айта кетейін. Тынымбай Нұрмағанбетов 1945 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік кеңшарында дүниеге келген. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институтының қазақ тілі және әдебиеті факультетін бітірген. Қызылорда облыстық радио комитетінде істеген. Жазушы баспасында редактор қызметін атқарған. 1981 жылы Мәскеу қаласындағы Максим Горький атындағы жоғары әдебиет курсын бітірген. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының сценарийлік коллегиясында қызмет істеген. Алғашқы әңгімелер жинағы 1971 жылы Қауын иісі деген атпен шықты. Содан бері бір талай кітабы жарық көрді. Біраз туындысы орыс тіліне аударылып, жеке кітап болып басылды. Қош бол ата, Қарлығаштың ұясы повестері Қазақ ССР баспа полиграфиясы және кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік комитеті Қазақстан жазушылар одағы Жалын альманахы бірлесіп өткізген жабық конкурста жүлдеге ие болған. Орыс тілінде шыққан Қауын иісі кітабы үшін бүкілодақтық Максим Горький атындағы конкурстың дипломына ие болған. Құрмет орденінің иегері. Табалдырығыңа табын, жоғалған көл, кемпірлер үкімі пьесаларының авторы. Тұрналар ұшып барады телефильмінің сценарийін жазған. Бәйтерек, балалық шақтың әндері, ауғандық құстары әңгімелерімен Туған ауыл түтіні романын жазған. Оқушылар, бала анасын неге сағынады? Автор әңгімесінің атын неге бұлай атады? Әңгіменің мазмұны қандай оқиғалардан тұруы мүмкін? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып көріңдерші. Шығарманың фабуласы дегеніміз шығармадағы тұтас уақиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Балалар, мен сендерге анасын сағынған бала әңгімесінің мазмұнын қысқаша баяндап беремін. Есмағамбет аудан орталығында тұратын немере ағасы Балмағамбетке қонаққа келеді. Ағайын туған, көрші бөлін Есмағамбетті жақсы қарсы алады. Өйткені оның елге 4 жылда келіп тұрғаны осы. Тамақ ішіліп, абыр-сабыр басылып, қонақтар кеткен соң, Есмағамбет бақшаға барып серуендеп қайтқысы келеді. Бақшада әндетіп отырған Санжар атты 4 жасар баланы көреді. Жөн сұраса келе, Есмағамбет оның немере ағасының Күміскіл деген қызының баласы екенін білді. Ол Күміскілдің Алматыға барып оқуға түсе алмай жұмыс жасап жүріп, бір жігітпен көңіл қосып үйленгенін білетін. Артынша олардың ажырасып кеткенін естіген болатын. Санжар болса өте зерек, ақылды, тәртіпті бала. Кішкентайынан
ата әжесінің тәрбиесінде болды. Өйткені қыздары Күміскүлдің қалада үйі болмады, әрі жұмыста еді. Есмағамбет атасы мен Санжар екеуі тіл табысып кетеді. Есмағамбет атасының қасынан бір елі шықпайды. Ол Санжарды Алматыға алып кететінін айтты. Санжардың қуанышында шек болмады. Бірақ бұл ойын ағасы мен жеңгесіне айтқанда олар құптамады. Өйткені қызының қиындыққа тап болатынын айтты. Егер Санжарды қалаға алып барса, тұратын жері және қызының тағы жұмысқа бара алмай қалатындығын айтып, бұл ойының дұрыс емес екенін айтты. Ал бұл жағдайда Есмағамбет Санжарға айтуға бата алмады. Өйткені оған уәде берген болатын. Есмағамбеттің кететін уақыты да таяп қалды. Аға жеңгесі, ауылдастары оны вокзалға шығарып салып, қоштасып жатады. Тек Санжар ғана Есмағамбет атасымен қоштаспай өкпелеп тұр. Ал Есмағамбет болса, берген уәдесінде тұра алмай, не балаға түсіндіріп айтудың қайсысын таппай, жол жөнекей өзін жайсыз сезінді. Осы шығармада Санжар «Мама, мама» деген өлеңмен анасына деген сағынышын жеткізіп тұрғандай сезіледі. Сәби анасын бір көру үшін өмір сүретіндей. Осылайша жазушы қоғамда орын алған әлеуметтік мәні үлкен өткір мәселеге назар аударды. Үйге тапсырма. Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесін оқып келіңдер, бөлімдерге ат қойыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.